Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет ыстық тағамымыз ұн қуырдақ дайындайтын боламыз. Тағамдарымыз өте дәмді болып шықты, әрі тойымды тағамдардың бірі. Нан палау деп те атайды. Моңғол елінде суйван деп те атайды екен. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды соңына дейін қарап, ұнап жатса өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып, қыздырып алған соң, алдын ала турап алған еттерімізді салып, жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Үстінен турап алған пиязымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, қуырып аламыз. Енді паприка дәмдеу үшін салып, тағы да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Паприка дәмдеуші тағамымызға ерекше дәм беретін болады. Үстіне кішкене суымызды құйып, оттың астын пәсейтіп, қазанымыздың қақпағын жауып, етіміз піскенше қалдырып қоямыз. Енді қамырына кірісетін боламыз. Алдын ала жұмыртқамызды салып, салқын суға тұзымызды салып, жақсылап араластырып, еттің қамыры сияқты қатты етіп қамыр илеп аламыз. Ұнымызды сала отырып, аз-аздан алдын ала дайындап алған қатты етіп қамыр илейміз. Қамырларымыз міне дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, дайын болған қамырымызды пакетке салып, 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды ұн себе отырып, оқтаудың көмегіменен жұқа етіп жайып аламыз. Біркелкі етіп жайып алатын боламыз. Не дәл өздеріңіз көріп тұрғандай, ұн себе отырып, жұқалап жайып аламыз. Қамырларымыз дайын болды, өте жұқа етіп жайып алдым. Енді қамырымызды бір шетке қойып, подливамызды қарайтын боламыз. Суы тартылды, әдемі болып. Енді алдын ала турап дайындап қойған сәбізімізді салып, жақсылап тағы да қуырып аламыз. Алдын ала турап қойған тәтті бұрышымызды салып, тағы да 1-2 минут қуырып аламыз. Тәтті бұрыштарыңызды ірілеу етіп турағандарыңыз дұрыс, өйткені өте нәзік, тез пісетін болады. Үстінен тағы да суымызды құйып, 1 стакан дәміне қарай тұзымызды салып, әрине сіздерде тұздалмаған ет болса, тұзын көріп тұз салғандарыңыз дұрыс болады. Енді противенімізді қыздырып аламыз алдын ала. Осылай 3-4 бөлікке бөліп, жаймаларымызды кептіріп алатын боламыз. Ешқандай да сынбайды. Кескен кезде аралары дара-дара болып шығатын болады. Бір-біріне жабыспай, өте әдемі болып кесіледі. Дәл осылай өздеріңіз көріп тұрғандай, өте дара-дара болып шығады. Барлығын солай жасап, противенімізге салып, кептіріп аласыздар қамырларыңызды, противендеріңізді қатты қыздырып алып, екі бетін аударсаңыздар, жақсы кебетін болады. Подливамыздың үстіне кішкене суымызды құйып, алдын ала жаңа дайындап қойған қамырларымызды саламыз. Артық су құюдың қажеті жоқ. Мен тағы да тұз салдым. Еті тұздалмаған болғандықтан тағы да тұз салып жатырмын. Енді қамырларымызды барлығын салып шығамыз. Қамырларымызды салып болған соң ешқандай қозғамайсыздар. Дәл осылай
оттың астын пәсейтіп, қақпағын жауып қоясыздар. 5-10 минут өткен соң, міне, осындай болып шықты. Сол кезде ғана барып, араластырасыздар, міне, бір-біріне жабыспайды, өздеріңіз көріп тұрғандай. Тағы да 5 минутқа қалдырып қоясыздар. Сол уақыт аралығында тағамдарымыз пісіп шығатын болады. Не қыздар, тағамдарымыз пісті. Дәл осылай аскөкпен әсемдеп жей берсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазақша контентті қолдап, өз пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген қолжетімді заттардан тұратын рецепттер салатын боламын. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, ешқандай да қамыры жабыспайды бір-біріне, қамыры езілмейді. Сау болыңыздар.